Жақсы шықпады ғой. Біз аған бәрі жақсы шықты. Тазадудың енесі таған айқайлап. Анау нәрәнейді апастап еді ол да қор болды адам бұл. Мына кроватқа 50 жыл болды ма, апа? Мына кроватқа 50 жыл болды ма? 50 жыл болды. 6 айлық, 7 айлық қыз еді ғой. Еміз өледі ғой. Бал пиып қалған. Тола. Кішкентайынан тола ғой. Кемпірге тапқанда я. Кемпір сондай еді ғой. Дәу. Кемпір. Кім, Қалғыз апам ба? Бұл анау қалым апасы айтады да маған. Кемпіріңнен ағып семіртіп жібергенсің дейді ғой маған. Оның кемпір қатайып қалған. Ары кішкентай кемпір еді. Кешке табан анау қойдың құйрығынан ерітіп қойда майлап шық. Мен түні айтам. Майлап, содан семір, теріс созылып, ауқат жеген бәрі не қылып деймін. Ой, алдайсың дейді. Алдамайын, майлаймын денесін азан түнде, ұйықтар кезде. Сөніген терісі жұмсайды, созылады, ішкен ауқаты жұғып, семіре береді. Кемпір мынандай аяқ басы денелі ғой дәу. Ауылдың дәу кемпірі соп берен Тазагүлдің енесі екен. Өзгөш шие ондай емес. Абысында жақсы еді мына. Төренің шешесі. Ой, жаман-ай. Бір жылда 2 киіз басып. Ой, келін киіз басмайды. Анау Қарымбек құдасы келеді. Қалдығыздың атасының аты Қарымбек қой. Қарымбек келеді да теріні жүнді алып кетеді. Анау мұны сатады. Арбаман келіп. Арбаман келеді. Ат арбаман сондай болдырып. Жаңағы балдарға сыр бір нәрсе сатады майдаға. Соған береді. Қаяқтан кемпір 2 киізден бастық. Әр жылы 2 киіз басап. 4 киізден қапты. Осы көшердің алдында сатып қой. 20 мыңнан. Папа кішкентай кезінде бір нәрсе білдірген ба? Сапарбек айтында киізді қаншаға сатам алам деп аты Дениске де 2 адам дедім.